келдіңіз. Сондай әдемі болып тұрсыз. Бірінші микрофондарды ұсынайын сіздер. Қалдарыңыз қалай келдіңіздер? Ассалаумағалейкум қазақ елі. Сұлтанбеттің жігіттері. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Зухра қалыңыз қалай? Қайырлы күн баршаңызға. Енді Бексұлтан кәдімгідей сағынып қалған сияқты, 1 жылдан асты ғой эфирға келмегеніне. Енді мен часто келіп тұрамын. Барша қатысушыларды, барлықтарыңызды көргенге қуаныштымын. Бексұлтан, сізді жоқ болып кеттіңіз. Көптен көрмедік, шынымен де эфирде көптен болмадыңыз. Сізді таппай қалды, көрермен де көп сұрайды. Ер азамат болғаннан кейін, үйдің нанын табу керек болғаннан кейін біз көбінесе басқа қалаға жүреміз, алыс жолға жүреміз. Сол себепті кейде бір сәт түспей қалады. Мен тойда болып қалған кездерде Зухра келді деген сияқты. Сол үшін бүгін енді әйтеуір сіздер үшін уақыт тауып, осында үйленбеген жандарға, бойдақ қыздарға, жігіттерге біздің жолымыз жұғысты болсын деп. Сіздерді көріп қуанып отырмыз енді, Зухра ханым. Не жаңалық дейін десе, мен жаңалық көрініп тұр әрине. Жаңалық үлкен болып тұр ғой, үлкен. Енді жаңа статус сіздерде. Болашақта енді күтіп отырған жайттарыңыз бар. Бір жаңа в ожидании чуда деп айтып жатамыз, бір ғажайыптың болатын күтіп жатсыздар. Негізі енді сіздердің біздің білуімізше жынысын біліп қойдыңыздар. Ол көрермендер, кейбір инстаграмға кірмейтін жандар болуы мүмкін. Ол кісілер енді білмеуі мүмкін. Әжелеріміз бар, аталарымыз бар. Енді сол үшін де біз сіздердің инстаграм парақшаларыңыздан тауып сол видеоны өзімізше бір жасағанымыз бар енді. Қазір экранға назар аударайық, көріп алайықшы, иә? Сұлтан ұлы бұйыртса. Құттықтаймыз, аман есен дүниеге келсін дейміз. Алла қаласа ұлды болатын болдық. Негізі мен өзім қыз баланы жақсы көремін негізі. Зухра да қыз жақсы көреді. Негізі Зухра қыз болса деп жүрген. Мен де қыз болса екен дегенем негізі. Бірақ менде өзімде ұлым жоқ та мен ұл қандай болады екен? Жалпы менің ұрпағымды жалғайтын адам ғой. Сондықтан да мен үшін бұл ұлымның Құдай қаласа дүниеге аман келуі ол өте маңызды. Ердәулет әулетін жалғайтын Алла қаласа ұлы болайын деп тұр. Сондықтан да біз өте асыға күтудеміз. Енді сабақ тиіне сәтімен дейді, бұйыртса Алланың бұйрығымен, Алланың қалауымен бұйырған күні дүние есігін ашады Алла қаласа. Аман есен бауырыңызды жинап, аяқ қолыңызды жинап, енді бұйыртса жалпы тілектеспіз ғой қашанда. Әрине оңай дүние дайындалып жатқан шығар. Әрине, сізді күтіп, хабарласып. Мен үйде мамамдар барлықтар айтады, қозғалма қызым, отыр. Қонаққа барып қалып, бір дастарханды бір кішкене енді өтірік бір ырымын жасап жинап қояйын деп қозғалып тұрып қалсам, жоқ, отыр деп енді 9 жылдан кейін көтеріп жатырмын ғой, 1-ші ұлымнан кейін. Сол Бексұлтанның ұлы, тұңғыш ұлы деген сияқты енді аман есен, тем более жаста келіп қалды енді. Сол үшін енді бүйтіп барынша өзімді әбден күтіп жүрмін, шынымды айтсам. Қош келдіңіздер, қайырлы күн тағы да. Енді осы тұста енді біз енді эфирларды көретін едік қой осы күнге дейін. Енді Бексұлтан ағамыз ол бір қазақилықтың символы болып отыратын еді осы жерде. Ал Зухра ханым ол бір заманауи, өзінің қалаған киімін киетін, қалаған жеріме барам деген бір позицияда отыратын еді. Енді бізде де ондай жағдайлар көп. Екеуіңіз қазір уже бір бағытқа кірген сияқтысыз, бір сіз де бір қазақи болып, енді білмеймін, кішкене өзгеріссізден байқалады да. Сол нәрсеге қалай келдіңіздер? Мысалы, Алмат сияқты жігіттер болады, сен қазақи боласың, мен сияқты дейтін. Или ондай ситуациялар болған жоқ па енді? Сол туралы кішкене айта кетсеңіз. Рахмет Ақерке сұрағыңа. Ол сұраққа мен жауап бере кетейін. Шынында осы жерде енді менің тәрбием қазақи тәрбие. Оны Зухра да біледі, менің ата-анам, жалпы бауырларым, біз бәріміз қазақи тәрбиеде өскенбіз. Жалпы қазақи деген сөздің мағынасына келетін болсақ, бұл қазақи деген не сөз? Бұл біздің отбасынан алған тәрбиеміз да, былайша айтқанда, бізге ата-анамыз қандай жол нұсқады, біз сол жолмен жүреміз. Балапан ұядан не көрсе, ұшқанда соны іледі дейді. Не естісе демейді, не көрсе дейді. Мен ата-анамнан көрген дүниені осы эфирде айттым. Адамның өзгеруі ол ортаға байланысты. Мысалы, енді Зухра кезінде қандай ортамен араласқанын біз екеуміз әңгімелескеніміз айтып береді. Бұл кісінің сәл өзгеруіне ортасы әсер еткен, өйткені Зухра өте еліктегіш қыз. Сондықтан да ол нәрсені Ассалаумағалейкум, қош келдіңіздер. Сіздерді көргенімізге қатты қуаныштымыз. Шыны керек, жалпы енді қазақ еліне, жалпы біздер үшін өзіме қатысты айтатын болсам, бір үлгі тұтарлықтай отбасылардың бірі бұл кісілер. Не себептен? Өйткені былай әлеуметтік желіден де, былай өмірде де негізі көп көріп тұрамыз ғой бұл кісілерді. Өте көңілді, бір-бірін түсінетін отбасы болғаннан кейін ыдыс аяқ сылдырламай тұрмайды, көптеген қиыншылықтар болады ғой. Бірақ сондай қиыншылықтарда көп адамдар енді сынып кетіп жатады ғой. Шынымен жаңа Зухра ханым өзі айтып өткендей,
отбасылар бар, екіге кетіп қалады, солай дальше кетіп қалады. Бірақ бұл кісілер уақытты араға салып, уақыттың емшілігіне келдіріп, барлығын өзінің бабымен әкеліп, былай қарап тұрсақ, қазір күшті қуанышты жаңалықтармен келіп отырды. Оның барлығы бір үлкен бір үлгі деп есептеймін өз басым. Болсын, отбасыларыңызға бақ береке байлық тілейміз. Және де сұрағым келеді, енді жарайды өткен нәрселер өтті. Одан кейін де бір кішігірім болсын бір араларыңызда өздеріңіздің бір реніштер болып қалған моменттарда кім жаңағыдай кішірейді, кім кешірім сұрауға асығып тұрады деген сияқты бір сұрақ болып жатыр да. Мен айтып жатқан сөздеріңе, тілегіңе Алла разы болсын. Енді мен бір нәрсе айтқым келеді, жалпы жаңа өткен ситуация ғой біздің басымыздан. Негізі қосылайықта қосылғанның, қосылайықта үйленіп шыққанның бір жақсы жағы, енді біз елдің алдында 18 жағында үйленгеннен кейін үлкен жауапкершілік тұрады екен негізі. Енді халық қой бізді қолдаған. Сондықтан да халықтан бөлек енді бұл бағдарламаны біздің туыстарымыз да көреді, ағайындар да көреді деген сияқты. Бәрібір де қанша елдің сөзін елемеймін деген күннің өзінде бәрібір ағайын туыстың абыройы бар, ағайын туыстың айтатын әңгімесі бар. Сондықтан да қосылайықтан үйленіп шыққанның бір плюсі сол, үлкен жауапкершілік тұрады артта. Сол себепті де біз әрмен қарай бірігіп, отбасын сол бақытты күйде жалғастыруды қаладық, солай шешім қабылдадық. Сол шешімімізге еш өкінбейміз. Екіншіден жаңа ұрыс болма деп жатыр ғой енді. Өмірде идеальный адам жоқ қой, мен айтамын да, кейде бір кісі айтады, мыналар не деген күшті отбасы ұрыспайтын дейді. Енді ешқандай адам отбасына болып жатқан келеңсіз жағдайлар реніш болады, ұрыс болады, бірақ сол кезде әйел адам да ақылды болу керек, ер азамат ақылды болу керек. Ұрыс керіс болған кезде деген сияқты айтып жатыр ғой. Реніш болады, бірақ біз сол кезде бір-бірімізбен договориться етіп алғанбыз. Енді Бексұлтан кетпейді деген. Бексұлтан кетпейді, мен былай реніш болған кезде сөйлемей қаламыз ғой бір-бірімізге. Бірақ мен андай адаммын да, мен шыдай алмаймын бар ғой, бір максимум 1 сағат сөйлемей. Мен үндемей жүре алмайтын адаммын. Сөйлеп қоямын ғой, әйтеуір бір нәрсе деп сөйлегім келіп тұрады да. Сонымен сөйлеп қаламын да, ары қарай сөйлесіп кете береміз, ұмытып кете береміз 5 минуттан кейін ақ. Келісіп алдық қазір дейсіз. Иә, ол мен айтайын дегенім, негізі енді былтыр білесіздер, бір келеңсіз жағдайлар болып қалған еді осы эфирда. Енді еске алғым да келмейді былай қарап тұрғанда. Енді қайтадан келді ма сол жағдайдан кейін деген сияқты. Бәлкім кейбір адамдардың сондай сұрақтар туындайтын шығар. Өйткені енді Бексұлтан келмеймін деген сияқты әңгімелер болды ғой. Бексұлтанды көндіру оңай болған жоқ, шынымды айтсам. Енді былтырғы ситуацияға байланысты сол Бексұлтан келмеймін деген еді эфирға. Бірақ енді біраз сөйлесіп, енді ер азамат болғаннан кейін әрине ол айтылған сөзден кейін қайтадан келгісі келгенмен, бірақ енді айтылған сөзден кейін өзі де ыңғайсызданды ма деп ойлап, мен аз уақыт өткеннен кейін жақында тоже сөйлесіп қалдық. Альмира ханыммен кездесіп қалдық, сонымен бір ортада сөйлесіп, сонымен жігітім келетін болып шешті. Енді бұл жерде біздің негізгі айтпақ ойымыз қандай? Әртүрлі жағдай болады. Мен айтпаймын, мысалы, біздің отбасыдағанда сондай бір ұрыс керіс болды деп, өмірде неше түрлі ұрыстар болады. Енді біздікі бір эфирға шығып, енді біз осы қосылайықтың қатысушысы болғаннан кейін, кезінде болғаннан кейін, енді осы жерде болып қалған шығар ол дүние. Сәттерден кейін де адамдар бір-бірлерімен татуласып, ортада махаббат тұрып жатырмыз, сәбиіміз отырмыз. Құттықтаймыз, берекелі болсын дейміз, көтеріп жатқан шаңырақтарыңыз, одан кейін енді сәби күтіп жатырмыз деп жатсыз. Шынымен де бір несібесін ала келеді деген сияқты. Бірақ негізі ол жағдай болу керек болды, орын алу керек болды біздің өмірімізде. Өйткені біз бір-бірімізді түсінбей, бағаламай жатқан кездеріміз болады да өмірде. Бірақ сол кезде бір-бірімізбен айырылысып кеткен кезде көп дүниелер түсіндім. Біз көбінесе еркектерден көп затты талап етеміз да, бірақ әйел адамдар біз өзіміз қадам жасап, өзіміз көп дүниелерді істемейтін кездеріміз де болады. Енді рас, Алла екі адам қосылған кезде бақ берекені кім арқылы келсе де ол келеді да, екеумізге де келіп жатыр. Бірақ менікі, сенікі, ананыкі, туысқанымдікі, мамамдікі деп бөліну ол дұрыс емес екен негізі ше. Сәтте мен шетелде жүрген кезде де ойланым да, енді айырылысып кеттік қой екеуміз. Вроде барлығы бар менде. Ақшада тауып жатырмын, балам да қасымда, үйде бар, машинада бар. Бақытсызбын, кеудем пустой дейді ғой жаңағы. Жалаңаш сияқтымын да, қалай айтсам екен. Жүрегім жалғыз да. Сонда өте қатты қиналдым. Сол кезде түсіндім мен дұрыс емес дегенімді. Ер азамат кешірім сұрау, әйел кешірім сұрау деген жаным екеміз. Негізі, отбасы деген шынымен де қуанышта да, қайғыда да сыналатын сәт, сонысымен де өмір қызық шығар. Қазір мысалы, шүкір мен негізі ол кезеңдерде де біз қатты ұрыспайтын едік. Бізде көбінесе жаңағы ситуация үндемей қаламыз деп айттық қой. Бірақ біз ол ситуациядан кейін қазір
тфай өте тату тәтті, бізде барлығы жақсы. Өйткені бір-бірімізді уже түсіне алатын жағдайға жеттік та. Именно сол моментта былтырғы кезде менің көз алдыма Алланың өзі мына көп заттарды алып келді. Жаңа қол көтеретін отбасыларды көрдім мысалы. Сөйтіп даже күйеуі қол көтеріп жатса, әйелі соған шыдап, Алла алып келді. Бір емес, бір 5-6 жағдай болды сондай. И мен ойлаймын да, даже сондай күйеулермен елдер тұрып жатыр да, а біздегі арақатынаста болған жағдай ол бір сондықтан әр біреуге қарап, біреуден ілгері, біреуден кейін өмір сүріп жатамыз. Соның бәрін ескерген дұрыс қой. Тіпті кейде ұшып кететін жағдайымыз болады, қыздар айтамыз ғой. Кейде аяқты сез, жерді сезбей қаламыз деп. Сондықтан бір оны да елеп, ескеріп, ақыл тоқтатып дегендей жатсыз, ол әрине бір үлгі деп ойлаймын.